Al сабағымыз бастайық. Бүгінгі қазіргі сабағымыз әдебиеттік оқу. Сабағымыз бастамас бұрын бір сергіп алайық, иә? Ал оқудан аспанымыз ашық болсын, алмас. Достығымыз айырылмасын. Достығымыз айырылмасын. Еліміз тыныш болсын. Күніміз сәтті өтсін. Күніміз сәтті өтсін. Әрдайым іздеп жүрейік. Тамаша тілектер. Енді білеміз, иә, біздің елімізде не болып жатқан жақсы жағдайлар, жаман жағдайлар да болады. Сондықтан еліміз тыныш болсын деп әрқашанда тілейміз. Олай болса отырамыз, сабағымызды бастайық. Әдебиеттік оқу. Ортақ бөлім бізде. Қоршаған ортаны қорғау, иә, барлық пәнінде осыны өтіп жатыр. Тақырыбымыз күзгі құс керуені. Оқу мақсатымыз 4-2-6-1. Кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез құлқының өзгеруі себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Бұл оқу мақсаты. Енді біздің сабақ мақсатымыз дұрыс, иә? Оқулықты ашамыз. Кәне маған кім дауыста оқып береді? Нұрдәулет оқып берші. Мәтінді талдаймын, шығармашылық жұмыс жасаймын. Бүгінгі біздің мақсатымыз мәтінді талдап және шығармашылық жұмыс жасауымыз. Олай болса, жұптық жұмыс, мен сіздерге таратып жібердім, бірігіп отырып жұмыс жасаймыз. Жұмысты бастамас бұрын бірінші құстың дыбысын тыңдап алайық, иә? Жұмысымызды бастамас бұрын құстың дыбысын тыңдап аламыз. Жарайды, олай болса жұмысымызға кіреді. Жұптық жұмыс, иә? Қазіргі жұптық жұмысқа не істеуіміз керек екен бізде? Жұппен жұмыс жасаймыз. Жұппен бірге жұмыс жасау керек. Қане белгілейміз. Тексеріп шыңдар болғандарыңыз. Мүмкін қателескен шығарсыңдар. Болғандарымыз болдық демейміз, не істейміз? Қолымыз жинап.
қате жіберген? Біздер Сіздер кім қанша қате жіберді? Нұрайым екі қате, Алмас екі, үшеуің бірге келсір. Сендер Азамат неше қате жібердің? Қате жіберген жоқсың. Үш қате жібердік. Сіздер екі қате жібердік. Енді есіңе осы сақтап жүрдер. Қалай құстар қалай дауыстайды екен, не? Әр құстың өзінің әртүрлі дауысы бар екен, өзінше. Олай болса дискриптармен бағалаймыз. Сәйкестендіру тесті орындайды. 1 балл. Келесі тапсырманы қараймыз. Келесі тапсырмамыз түсінік оқы айдары. Автор туралы мәлімет. Мұхтар Омарханұлы Аунус. Ал Мұхтар Аунус туралы не білеміз? Кім не біледі? Айқайламаймыз, тек қолымыз көтеріп айтамыз. Ал шулар не білесің? Мұхтар Әуезов жазушы, Жарайды, жазушы, тағы драматург, жұлдыз, аудармашы, футбол, командир емес, ойыншысы, ойыншы. Футбол, ал Қазақстанның футбол командасында ойнаған екен, не? Бұл кім екен? Футболист, не? Футболшы яғни. Иә, тағы не? ғалым және драматург. Ғалым және драматург. 1997 өмірге келіп, 1961 жылы өмірден өткен. Иә, тағы бір нәрсені ұмытып кеттік. Кім екен ол? Ұлағатты ұстазбен. Аудармашы, дұрыс айтасың. Ол да бар. Ары қарай, келесі. Оқылым. Тізбекте оқимыз. Бәтіл ашамыз. Кезектесін оқимыз. Аяғын бастап оқимыз. жатып, жолда әкеммен кездесіп қалдым. Біз жолыққан кезде тура біздің үстімізден тізбектеліп бір топ қаз ұшып өтті. Бұдан бірнеше күн бұрын біз у-шу болып, қарқылдап ұшып бара жатқан ұзақ қарғаларды көрген едік. Әкем екеуміз үйден бірге қайттық. Ол кісі жол жөнекей құстар туралы маған мынадай әңгіме айтып берді. Жыл сайын қоңыр күзде біздің ауылдың үстінен үйрек, қаз, тырна сияқты құстардың легі ұшып өтеді. Кей жылдары аққуларды да көруге болады. Бұл құстар қыстың жақындап қалған сезім жылы жаққа қарай қоныс аударып барады. Жылы жаққа айтқан құстар жоғары ұшады. Еңбек ұшатын тырналар мен аққулар. Алыс жаққа бет алған құстар және сиреп қонады. Тоқтамастан бірнеше 100 шақырымға дейін ұша береді. Қарындары ашық, шаршаған кезде түнеп шығу үшін жерге қонады. Жылы жаққа кетіп бара жатқан құстар топтасып, немесе тізбектеліп, көбінесе үш бұрыштанып ұшады. Әр топтың алдында өте тәжірибелі өз жолбасшысы жүреді. Ол жолды жақсы біледі, себебі бұған дейін бұл жолмен талай рет әрі-бері ұшып өткен. Құстардың бір иірінде мұндай жолбасшы бірнеше. Олардың міндеті көп. Құстардың шектеп демалатын орнына сулар таңдайды. Үйірдің қауіпсіздігіне не сулар бақылайды. Құстар бір жерге қонып демалған кезде жолбасшылар кезектесіп оларды күзетеді. Аспанда да жолбасшылар ауыр жұмыс атқарады. Тізбектің ең алдында ұшатын болғандықтан олар қанаттарымен ауаны жарып, соңғыларына жол салып отырады. Жолбасшы салған жолмен ұшу оның соңындағы құстарға жеңіл болады. Сондықтан жолбасшы ауада өте көп күш жұмсайды, тез шаршайды. Ондай кезде оны басқа жолбасшы ауыстырып, шаршаған жолбасшы үйірдің соңынан ілеседі. Үйірдің ең соңы ұшу өте жеңіл. Жолбасшылар осылай кезектесіп демалыс отырады деп әкем әңгімесін аяқтады. Мен әкем әңгімесін көп нәрсе ұқты. Құстардың ақылдылығына, ұйымшылдығына қатты таңғалды. Олай болса келесі тапсырманы жазылым, сөздік жұмыс қараймыз, сөздік жұмыстар. Қандай түсініксіз сөздер бар? Иә, түсініксіз сөздер бар ма ол жерде?
мына апай мен мына түспей тұрмын деген сияқты. Жоқ па? Ол қазір жүре бара, онда жүре бара қараңыз, иә? Кездесіп жатса, сұрағыз. Келесі ойынмен бөлісейік. Бірінші топқа тапсырма. Әңгімедегі құстардың ерекшеліктерін аттайсыздар. Екінші топ құрастыр. Құрмалас сөйлемді аяқтаңдар. Үшінші топқа ойынмен бөлісейік. Құстар туралы сұрақтар құрастырасыздар. Бірінші топқа ерекшеліктерін. Екінші топқа. Үшінші топқа. Не орындаймыз? Бірінші топ. Қалайша? Құстар туралы сұрақтар құрастырасыздар, иә? Құстардың жолбасшысы кім? Құстар неге қысқа жол жаққа барады? Құстар неге топтасып жүреді? Топтасып ұшып жүреді, ұшады, топтасып ұшады. Құстардың алдында қандай жолбасшы болады? Иә, мана кімдер емес қой, құстарға қандай сұрақ қоямыз? Нелер, иә? Қараймыз ал. Бұлар сендерді құстар туралы сұрақтар құрастыра алады. Құрастыра ала ма екен? Иә. Келесі ал, мына топтың қандай? Оқыша. Құстар үшбұрышқа ұшады. Құстардың жолбасшылары бар. Жолбасшылары өте көп күш жұмсайды. Иә. Бұлар не айтты?
бұлар? Құстардың ерекшеліктері туралы айтты, солай ма? Дұрыс па? Бағалаймыз ба? Дискретиві сай келе ме? Келесі, үшінші топ. Құстар топтасып, туған лошық, туған жерді сағынып, ұшқын жіктар. Келе жатыр, иә? Келіп жатыр. Дұрыс па? Қарай. Құстар туралы, жоқ, бұлар құрмалас сөйлемді, аяқтаңдар деді ол. Құрмалас сөйлемді. Бұлар мына 7-ші тапсырма бар, соны орындапты. Дұрыс па? Көктем келе жатыр, иә? Көктем келді. Құстардың бәрі қайда оралып жатыр? Ауылға оралып жатыр, иә? Қалай келеді енді олар? Сағынып, туған жерді сағынып келе жатыр. Дұрыс па? Дискретивті қарай. Мағынасын түсіндіңдер ме енді? Топқа айтамын. Түсіндіңдер ме? Олай болса қараймыз, қорытындылаймыз ал. Әкесінің әңгімесінен бала көңіліне не түйді дейді. Қарайға, мәтіннен. Бала не түйді әкесімен келе жатыр. Екі сақ сөйлеміз бір оқып жүрді іштерден көзбен. Не түйді? Құстардың ақылдығына, ойына, қанада қалды. Қатты таңғалды. Қандай құстар сонда? Ақылды, иә? Олардан сияқты, иә? Олар қандай? Ойыншыл, ақылды. Туған жерді сағыну, аңсау дейді, иә? Сол сияқты біздерге қандай болуымыз керек? Ұйымшыл болуымыз керек, иә? Бір-бірімізді сыйлай білуіміз керек. Осы әңгімеге біздерде не алуымыз керек? Үлгі алуымыз керек екенін. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Елу жерде сіздерге скиптер беремін. Осыған кері байланыс. Көңіл-күй аралы деген кері байланыс. Бұл жерге сенімдімін, қуаныштымын, күмәнданамын деген үш нәрсе бар, соған жабыстырамыз. Түсіндік па мәтінді? Баланың айтқан түсіндік па? Деп айтқаныңыз ба? Жоқ. Мәтінді түсіндік қой, иә? Жаза беріңдер, аттарын жазып біле беріңдер.